Ильяс, абы болса көп тұлпар. Али охо, екеумізге көп жылқар. Атыңызды біліп қойсам болу, ашығында сізде емес көп қыздар. Атым Асел, болам ушылайында. Башқалардан жоқтыр башқа айырмам. Унаңызға берейін деп бір жардам, ошонда мен алдыңызға жай тұрмам. Жарым болдым, бағып болдым башқаның. Азыр азам, түшіп тұрат башқаның. Қылым бойы қарыз болдым сүйігі. Қош бол еми, қызыл жолы, жал-жалым. Жаштығым адал жолда, жаңылышым. Долындым қанатымды, айырбамды. Жүрмәмен бейін, қалдырар екен бұғапыр, бүгін алпыр шүкірейін. Алпайырымыз жүрді үшін, салым нерсе көрмейін. Андересе сахнада қайрадан поэзия мүттірі. Аз күнгі көрбей қалсам елдет жалды. Сүйіңі байланышқа майықмайым. Мен үшін мұндан ашқан милдет барбы, термелген толқындағы қайықтайым. Кейде бүргі, кейде жарықтайт қауалын, қантеп сенің қиялыңды табамын. Мен өзімді ер көкірек сезсем да, ерчіп жүрген көлікімді санадым. Ойланып, ұқтай албай жатқаныңда, ойыңды сайро менен жегерелем. Алғашты уақым болбой ташчы болсом, асқаға сүретіңді шегерелем. Асмандағы таттуу күні ұғам деп, жеріп кеткен жердің қайғы бір орын. Талайма сенді яру талды, күтіп, еңсеп, издеп чаңқап жашадым. Сезген оқшоймын бұл өмірге барымды. Арыңыздарды кахут ойынын ойнауға чақырам. Айтматовтың шығармаларын қырғызша сөйлеткен жерлер. Қайсыл инсан болған? Рамис Рысколов, Нургулбек Сахарбеков, Рашид Жакупбеков, Насирден Байтенбеков. Разия Ханзада, қол чабулар менен құшақ берсеңіздер болады. Екінші орында Лутқия деген қызымыз, ал енді бірінші орында Мақсаттай. Ойлой берсең менен ажалды, алып қына тал күчіңді мазаңды. Андан күні келер кештің қамын көр, тамақ астыр бол қолдатып азаңды. Аз өмір, қандай қысқа, қандай аз. Тағдыр ошол, өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркен аздыгына мелеле, анын октой тездигине кататпаш. Кече гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты бозат минген 30 жаш. Балдарга чоң рахмат. Биз кайсырда да көркөм окуса, кайсы көрүнүштөрдү сахнада биздин алдыбызга тартып алса, ошо менен жашап, өз өмүрүбүзгө бай тазаланган күчү түзүлдү. Мен уйбаксет ошак деп ойлоймун. Кечеге катышкан жана кечеге даярдаган эжекеси Таттыгүл эжеке жана кыздар, балдар баардыгын сахнага чакырып, ушул жерде келген коноктордун кол жабысында силерге ыраазычылык билдирип койгонго рухсат. Бир жумалык декаданын акагында сыйлыктар болгон, мына ошол сыйлыктардын жеңүүчүлөрүнө дагы азыр тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Ушуну менен биздин адабий кечебиз аягына чыкты. Катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата окуу жайыбыздын Кыргыз Асия факультети менен жаштар комитети биргеликте ушул майрамды алып чыктык. Алып чыгуунун максаты
жаштардын ушул адабиятка болгон кызыгуусун, адабияттагы белгилүү инсандарыбыздын ордун таанытуу максаты болду. Дагы бир жолу студенттердин эсине сала кеттик. Алар өздөрү кызыккан акындарыбыздын ырларын айтып кетти, чыгармаларынан үзүндү аткарып кетишти. Негизи мен математика жана компьютердик технологиялар факультетинин 1-курсунун студентимин. Бул адабиятка тартып турган негизи Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары болуп саналат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окуйм. Бир окуган чыгармамды кайра-кайра окуй берем. Мен Айтматовдун окурманымын. Ал эми Алкы Осмоновго келе турган болсок, 35 жыл кыска өмүрүндө ушунчалык көп чыгармаларды жараткан. Анан жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дейт эмеспи? Ошон үчүн Алкы Осмонов бүт чыгармалары өзүнүн башынан көбүнчөсү өзүнүн башынан өткөргөндүктөн бардык адамдарга жүрөккө жетет. Даярданганыбызга көп убакыт болду. Биринчиден адабият чөйрөсүндө Айтматовдун чыгармаларынан ар бир жеринен үзүндү аткарып образ жараттык. Андан сырткары адабият чөйрөсүнө тиешелүү ар бирибиз көркөм окууларды алып чыктык. Андан сырткары манас айтуу болду.